Ассаламу алейкум, урметлі серджілер, Бугюэй ТВ студияда Украина хабарлары бүгін январинын 24-ті Жумақшым окуна. Венесуэлада мемлекеттік сөзлік күчлері еле чарпышывға кечкен үкіметке қаршы наразылықлар нәтижесінде 16 адам әлек олды, 175 кеші яқыланылды. Боқта фора пеналь ерлі инсан ақлары құруф тешкеляты хабер еті мұхалиф фирқасының елбашчысы Хуан Гуаидо озыны Венесуэла президенті вазифесіні вақтынжа. Ижра еткен оларақ илан етті ве ант етті эки авта авелсі мемлекет президенті Николас Мадуро олды. Оның намзетіне сайлавларда сайлайчыларының 67% қол тұтты. Ама бұна бақмадан мұхалиф фирқасы сайлавларда сақтайчылык олғанына деді. Мадуроның фикріне көре бұл үкімет девреміне интылув Хуана Гуаидоны есе енді Венесуэла президенті вазифесіні вақтынжа ижра еткен кеші оларақ Америка Бірлешкен Девлетлері Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия ве Чили қабыл еттілер. Мадуроға есе Түркия, Мексика ве Боливия қол тұтты. Русия Украин арбия сырдыны жилеріні ве сиесима бюслеріні зат етмек ве бұнын или Минскан лашмаларының бозулуыны тоқтатмақ керек. Боқта Украина президенті Петро Порошенко даво шерінді кечерілген Дүния Иқтисас форумы черчевесіндекі Украинса балығы вақтында білдірді. Бұндан ғайры емек башында Петро Порошенко Украинадaki ислатлары қындады тариф етті. О 2014 сенесі Украина бұлынған бұхранлы бір вазияттен насыл етіп құртара жағыны аз ким аллағаныны қайдетті. Шымдыки вақытта есе мемлекетті иқтисад кечік ве орта бизнес инкешаф еті. My position as of president has never been of leaving. Менің фікірім бойле, тежавозны бағышламақ мүмкін дегіл. Бұның нәтижесі шыралар бірлігіне қайтмақтыр. Украина ичбір вақыт ве ичбір кімсеге қызмет етмейжек. Йоқса мемлекет суверен мұстақил девлет олмайжақ. Русия есе Минск аңлашмаларына көре оз мечбүретлеріні керсетлештірмек керек. 12-нче Европа-Украина форумында Украинаның Авропа еле бұтынле шуф истихбаллары ятырымлар ве арбисанайы ишбірлік музыкеретілі. Форум Полонияның жышывшырынды кечірілі шарқы ишбірлік мемлекетлері Авропа бірлігі ве Америка бірлешкен девлетлерінден 800-ден зияды темсілже иштирак еті. Шу жүмледен Украина баш назиры Володимир Гройсман, Полония ве Литвания президентлері Анджей Дуда ве Даля Грибаускайте. Авропа Шурасының президенті Дональд Туск форум черчевесінде Украинаның 10 бөлгесінің ве мемлекетінің айры иқтисад секторларының ве Донбасс женкінің вақаларына бағышланған фотосергі тақдим өткерілежек. Форум 2 күн девам етежек. Бүгін Украинада шарқый адлы бөлге өзеріне тәш әтіліф нәтижесінде әлі қолғанларының қатарасы аналды. 2015 сенесі январының 24-тонды есенжілар град ве ураган комплекслерінден ялы бойындаки шәріні атешке тұттылар. 30 адам әлі қолды оларының арасында 5 ве 15 яшлы бала. 108 кеші яраланған еді. Сабаса 9-да бір қажда қайчынды ракеталар вастасынен 30 мескен ве 7 мектеп йықылған еді. ОБСЕ миссиясының мәлуматына көре, атеш о вақыт ишгалжелерінің незарета алтындаки безіменні ве Новоазовск қасабаларындан ачылған еді. Донецк вилаятының прокуратурасы тынч аят кечерген адамларының атешке тұтылуыны террор ейлемі деп хасиетледі. Украина телекөсізлік қызметі есе шер үзеріне атеш еті врус топларындан ве рус ордусы забетлерінің емрі еле япылғаны аққында дәлелер кетірді. Авропа бірлігі терроржыларының ейлеміні тағбих етті ве Москваға сенжіларының елбасшыларына тесір етмеге реджа етті. Киевді Богдан Ханенко хатарасына капик тақдимы етілді. Капик топлайджи меценат ишадамы жемат әрбабының 170-ші доған күніне бағышланған. Ось парасына Ханенко Киевелеті топрақларында адықият қазмалары кечереді. Бұның еле санат есерлеріні топлайве огренеді. Умыр арқадашы Варварове оның ортақ топламында чешіт асырлардан қалған Авропадан ве Асиядан экспонатлар бар. Дәрже етілген хатыра капигі әке гривналы тиражы 35 бин нусха
копекнын эки нусханы Украина Милли банкы Богдан ве Варвара Ханенко адына Киев музейіне бағашлады. Ця родина для Києва і для розвитку української культури. Бу адам Киев шері ве Украина медениетінің инкишафы үшін пек чоқша япты. Чоқ еллар девамында унутылып қалған сон Ханенко қорантасының адлары Киевнің медени харитасына тек 1999 сенесі қайтарылды. О заман музейімізге советлер вақтындан қалған еді, еріне тарихи ады қайтарылған еді. На перший погляд, нібито нічого спільного нема між... Бір бақышта Милли банк ве музей ядашу жүмледен Ханенко елесі или бір бақ йоқ. Ама яқшы тілі бақылса, умуми оларақ бар. Мари фаалиет Украина Милли банкы хатыра капиклераны дәречетіп Мари фаалиетінен оғраша. Эндеден башлап арби әрекетчілері, иштиракчилері ве Евромайдан вақтында зарар көргенлерге иштимаи стипендиялар берілежек. Бойле қарар назерлер кабинеті қабул етті, хабер еті иштимаи сиясеті назерлігі. Бұның еле стипендияларны жен себебінден сақат олғанлар арби әрекетлері иштиракчилері оқу йортларында оқыған оларының баллары алacak. Украина президенті Петро Порошенко ве Алмания канцлері Ангела Меркель иле Донбасста бірлешкен милетлер тешкелятының барыштырыжы миссиясыны бұлуынывыны музыкере әттілер. Елбасчыларының фикріне көре барыштырыжы миссиясыны бұлуынывы Минск анlaşmalarının gerçekleştirilüvüne imkan бережек. Ayrıca Ukraina президенті Almaniyaga Kiriç buhranı ile bağlı kol tutuvu bölgede gemicilik serbestliginin teminatı ve Ukraina denizcilerinin derhal azat etülüvünde Rusiyaga baskı etkeni için minnetdarlık bildirdi. Сақлығыны төзетмек үшін яралы денежжелерні дегер мемлекетке йолламақ. Бөлі теклифні Русияге Украина омбудсмені Людмила Денисова япты. Боқта ООС Facebook сәфесінде язды. Денисова Авропаға Русия кемиетіне басқыларны арттырмаға риджада болуна, оның сөзлеріне көре денежжелерінің сақлық ала ақында мәлімат не онда, не де адвокатларда yok. Украина омбудсмені Рузяна Дашина да Қырым-татар фалі Эдем Бекировның сағлық алы финалашқаны иле бағылы мұраджат йолады. Айрыжа Бекировны 2 авта ярыне 3 күн тәдәвелеп, тақиқат тевқиф ханясыне йоланғанлары ақында хатырлатты. Адвокатның сөзлеріне көре Қырым-татар фалінің сағлық алы кескін тарызда финалашты. Людмила Денисова Бекиров Хадими экимлер тарафындан бақынғаны аққында хулясалар олмағанына қайдеті. Нәтижеде демек оны асла тедевелемеділер. Қырым-татар яшлар құрылтайы майыс айында кечірілежек. Бұақта құрылтайының координацион тақымы хабер еті. Яшлар құрылтайы әркенінде юзден зияды адам құрылтайының мақсады яшларының өзара танышывы илерідекі инкишаф лейхаларының азырланывы ве милли әрекетке да зияды адамларының қатылмасы. Bildiğiniz gibi aslında biz yaşlı kurultayımızı aslında geçen sene ötkermeye niyet etken ettik. Fakat bu hem başka planlarımızla hem başka fond bizden beraber çalıştığımız teşkilatların başka planların sebebinden bizler yaşlı kurultayımızın tarihini değiştirmeye karar verkendik. Bu dekabr ayının içerisinde geçirmeye niyet etkenimiz kurultayımızda inşallah bu sene içerisinde 2019 senesi içerisinde May ayında gerçekleştirmeye niyet ettiğimiz. Türkiye'de Kırım Gecesi adlı konser geçirildi. Eskişehir şehrinde Kırım-Tatar diasporası teşkil etken merasimge 700'ge yakın Kırım-Tatar keldi. Böyle akşamlar her yıl yanvar ayında Kırım-Tatar diasporası tarafından geçirili. Bu gibi tedbirlerinin maksadı gurbette yaşayan vatandaşlarımızga öz medeniyetine sevgi aşılatmak ve kimliğini unutturmamak. Öncelikle soydaşlarımızın birlik beraberliğini güçlendirmek ve bu gecede hep birlikte hoşça bir vakit geçirerek hem kültürümüzü yaşatmak hem de gelecek nesillere bu kültürümüzü devamını sağlamaktır. Bizim milli sanatımızı takdim ettik. Milletimiz her bir yerde sepilgen dünyanın her köşesinde, onun için böyle birlik olup sanatımızı unutmayık ve daha çok böyle merasimlerge katılmaya kısmet olsun inşallah.
Құрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарымыз еді, дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile olınız, sağlıqнен қалыңыз, өзіңізге мұқайт алыңыз. Көрішкенже.